сәлем, бұл қазақша әңгімелер каналы. Сол таңда мен тек бір нәрсені ойладым, жұмысқа кешікпесем болғаны. Телефоным сағат 7-де шырылдады. Мен оны бас тиіп өшіріп жабықтай жатып қалдым. Бөлмем кішкентай, терезеден Алматының күзгі тұманы көрінеді. Ішімде ешқандай жаман сезім жоқ. Қарапайым таң, қарапайым күн басталмақ еді. Бірақ сол күн менің өміріме екіге бөлді, бұрын және кейін деп. Есікті ұрды. Қатты. Бірнеше рет. Мен шалқамнан тұрып, есікті аштым. Алдымда екі полиция қызметкері тұр. Формасы. Белбеуіндегі мөр. Мойындағы жетон. Бет пішіні тас сияқты су. Сіз Аманжол Серіков пе? Деді бірі. Иә. Не болды? Тұтқын қаласыз. Зорлау айыбымен. Менің аяғым астымдағы жер кетіп бара жатқандай сезілді. Зорлау. Бұл сөз менің басымда жаңғырық сияқты шарпып кетті. Зорлау. Мен ешқашан. Ақырын дедім мен, қандай зорлау? Мен кімді? Жүріңіз. Бөлімде сөйлесесіз. Олар маған қол тіреуге де рұқсат бермеді. Тек аяғыңызды киіңіз деді. Мен жартылай ұйқыда, жартылай дүрліккен күйде галошымды да таппай қалдым. Ақырында кедей тапочкамды киіп, жартылай жамылған жеңіл куртканы арқама тастап, есіктен шықтым. Көрші әйел, Галина апа есігін ашып қарап тұр. Оның көзіндегі сол бір нәрсені, жирену мен қызығушылықтың аралығын мен ешқашан ұмыта алмаспын. Полиция машинасы ауланың ортасында тұр. Бүкіл үй тұрғындары терезеден қарайды. Баланы тарта жүретін сияқты алдым-артымнан ұстап, машинаға отырғызды. Есік жабылды. Мен артқы орындықта отырып терезеден өз үйіме қарадым. Сол кезде бірінші рет жылымда шыға жаздады. Тек неге? Деген сұрақ айналып жүрді басымда. Неге? Мен туралы бір-екі ауыз айтайын. Атым Аманжол. Жасым 22. Алматыға Шымкенттен келгенмін 3 жыл бұрын. Апамдар жіберді, барып оқы, адам бол деп. Мен колледжге түсіп 1 жыл оқыдым, бірақ ақшаның жоқтығы мені оқудан алыстатты. Строительство компаниясына жұмысқа тұрдым, жас маман деп алды. Мансап емес, бірақ жалақы бар. Жатақханада тұрамын, ай сайын апама ақша аударамын. Мен ешқашан заңмен проблемам болған жоқ. Ешқашан. Ұрыстым, иә, жігіттер арасында бола береді. Бірақ полиция, сот, ол дүниелер ол маған мүлдем басқа дүние сияқты. Зорлау. Сол сөз айтылған сәтте менің бүкіл дүнием аунап кетті. Бөлімге алып барды. Кішкентай бөлме. Металл үстел. Суық орындық. Жасырын камера бар болу керек жоғарыда, мен оны бірден байқадым, бірақ ештеңе айтпадым. Тергеуші кірді. 50 жас шамасында, арық бетінде терең бороздалар бар. Атын айтты, Дүйсен Қалмағанбетов. Қолдарын үстелге қойды, маған тікелей қарады. Сіз Камилла Жақсыбекованы танисыз бе? Деді. Камилла. Осы сәтте менің іштен бір нәрсе үзілгендей болды. Камилла. Мен оны танимын. Иә, танимын. Бірақ бұл мүмкін емес. Танимын дедім мен ақырын, жұмыстас едік. Бірге істейтін компанияда. Ол сізді зорлауда айыптайды. Осы айдың 16-сы жексенбі кеші. Сіздің пікіріңіз? Бұл өтірік дедім мен дауысым дірілдеп. Тыңдаңыз, мен оған тимедім. Ешқашан. Бізде жай ғана жұмыс қарым-қатынас болды. Жай ғана. Тергеуші ештеңе жазбады. Тек маған қарады. Сол қараудың мағынасы мынау. Олардың бәрі солай дейді. Сіз сол күні қайда болдыңыз? Деді ол. 16-сы. Жексенбі. Мен санадым. 16-сы мен дос жігітіммен Саятпен бірге болдым. Оның үйінде. Футбол көрдік. Кешке дейін болдым. Бұл алиби.
Бұл куәгер бар. Достым да болдым. Саят Нұрланов. Оның үйінде. Бүкіл кеш. Сіздер қашан айырылдыңыздар? 11-ге жуық болар. Мен үйіме жаяу жүріп қайттым. Жалғыз. Тергеуші ақырын дәптерге жазды. Сонда мен байқадым, ол бұрыннан бәрін біледі. Ол менің жауабымды тексереді, бірақ іштей бірдемені іздеп отыр. Не іздейді? Не таппақшы? Сіздің телефоныңызды беруіңізді сұраймын. Мен берді. Берместен амалым бар ма? Ол телефонды кеңсесіне алып шықты. Мен жалғыз отырдым. Ойым Камилла. Неге мен? Не болды? Камиламен таныстығымыз 6 ай бұрын. Компанияға жаңа бухгалтер ретінде кірді. Сымбатты, суық, сөйлегенде артық сөз айтпайтын. Мен ол кездесе қалса сәлем берер едім, ол басын изер еді, бітті. Жақын дос емеспіз. Бірге шай ішпедік. Бірге кетпедік. Мен оған ешқашан қол тигіздім бе? Жоқ. Ешқашан. Бір жолы тамыздың соңында лифтіде бірге болдық. Ол менен сұрады. Бухгалтерия есебін кім жүргізеді, білесіз бе? Мен айттым. Бітті. Сол біздің бүкіл жеке сұхбатымыз. Бұл жалған. Толық жалған. Бірақ неге жалған айтады? Ол не алғысы келеді? Сол сұрақтың жауабын мен кейін білдім. Бірақ ол жауап менің жүрегімді суырып алды. Маған адвокат берді, мемлекеттік. Жасы 25 шамасында болар, тәжірибесіз біреу. Аты Дамир. Қолында папка, бетінде мазасыздық. Мен оның жұмыс өміріндегі бірінші маңызды іс екенімді бірден сезіп қалдым. Ақырын, деді ол, бәрін маған айтыңыз. Бастан аяқ. Мен айттым. Барлығын. Ол жазды. Алиби бар, деді ол соңында, досыңыз куәгер болуы мүмкін. Саят барлығын айтады. Ол бүкіл кеш менімен болды. Ал телефоныңызда не бар? Жаб хат. Сурет. Жоқ. Оны тіпті контактіме сақтамаппын. Дамир басын изеді. Бұл жақсы белгі сияқты. Ол маған. Үміт бар, деді. Бірақ оның көздерінде басқа нәрсе бар. Мен ол нәрсені бірден оқып алдым. Алаңдаушылық. Оның алаңдайтын себебі бар. Тергеу ненің негізінде жүреді? Дедім мен. Ол бір сәт тоқтады. Медициналық сараптама бар, деді ол ақырын. Менің денем суып кетті. Сараптама. Не дейді? Дамир маған тура қарады. Жасырмады. Зорлау болғанын растайды. Жарақат бар. Нақты. Мен үстелге иілдім. Бастым ұстадым. Жарақат. Нақты жарақат. Бірақ мен ешкімге тимедім. Бұл мүмкін емес. Бірақ мен ол кісіге тимедім. Мен сізге сенемін, деді Дамир ақырын, бірақ сотта бізге дәлел керек. Сезім жетпейді. Сол кезде мен бірінші рет өзімнің шынымен де тұзаққа түскенімді сезіндім. Бұл жай ғана қателесу емес. Бұл арнайы жасалған тұзақ. Және ол тұзақ мені ұстады. Берік ұстады. Кешке дейін камерада болдым. Алматының суық желтоқсан кеші, сыртта жел соқты. Камера кішкентай бөлме. Темір тор. Суық еден. Бізбен бірге тағы 3 адам. Бірі ішімдік ішіп ұсталған, екіншісі ұрлықта айыпталатын. Үшіншісі ештеңе айтпады, бұрышта тіреліп жатты. Мен ұйықтай алмадым. Басым ойдан қайнайды. Камилла неге бұлай жасады? Ол маған еш жамандық жасаған жоқпын. Ештеңе. Тіпті жаман сөз айтпаппын. Онда неге мен? Неге? Жауабы болуы керек. Есептелген, суық адам тегін мұндай қадам жасамайды. Бұл ойластырылған. Бұл жоспарлы. Мақсаты бар. Сол мақсатты мен кейін білдім. Тек ол мақсат мені таң қалдырмады, ол мені ашындырды.
Өйткені шындық мынада. Камилла мені таңдағанда ол жай ғана мені таңдаған жоқ. Ол менің бүкіл өмірімді, апамды, болашағымды, бәрін таңдаған еді. Ол жай ғана ақша іздеп жүрген жоқ. Ол жай ғана кек қайтарып жүрген жоқ. Ол мені жоқ қылғысы келді. Мүлдем. Бірақ неге мен? Не жасадым оған? Жауап ертеңгі таңда Саяттың бір ауыз сөзінен басталды. Сол сөз менің бүкіл дүниемді аударып тастады. Келесі бөлімде Саят не айтты? Медициналық сараптаманың артында не жасырылған? Және Камилланың шынайы мақсаты мен ойлағаннан мүлдем басқа болып шықты. Саят маған жалған айтты. Бұны мен бірден білмедім. Бірден білсем, мүмкін бәрі басқаша болар еді. Мүмкін мен дереу қорғанар едім. Мүмкін уақытым болар еді. Бірақ мен оны кейін, тым кеш білдім. Сол тым кеші екі әріп менің өмірімнің ең қымбат бағасы болды. Таң атты. Камерада ұйықтамадым, жаттым, көзімді жұмдым, бірақ ұйқы келме. Басым ойдан тынбады. Саят куәгер болады, бәрі реттеледі деп өзімді сендіріп жаттым. Алиби бар. Дәлел бар. Мен ол кісіге тиген жоқпын. Шындық жеңеді. Шындық әрдайым жеңеді. Мен сонда жас едім. Мен сонда наивный едім. Шындық жеңеді деп сенетін жас едім. Таңертең Дамир кірді. Беті сұрғылт. Қолындағы папкасы сол күні ауыр сияқты көрінді, ішінде жаман хабар бар секілді. Саятпен сөйлестік деді ол, орнына отырып. Ол не айтты? Бәрін растады ма? Дамир маған қарады. Бір сәт. Тым ұзақ сәт. Саят сізді 11-де емес, 9-да шығарып жіберген дейді. Ол кейін қайда болғаныңызды білмейтінін айтты. Менің ішімде бірдеңе тоңып қалды. Бұл дұрыс емес. Мен 11-ге дейін болдым. Ол жалған айтып тұр. Ол куәгерлікке дайын деді Дамир ақырын. Сізді 9-да шығарып жіберіпті. Арадағы 2 сағат бос. Оқиға болған уақыт сол 2 сағатқа сәйкес келеді. Мен үстелге сүйендім. Бастым айналды. Саят. 7 жыл бойы дос. Шымкенттен бірге келдік. Бірге жұмыс іздедік. Аш болғанда оның нанын бөліскем. Ол маған солай жасады ма? Неге? Дедім мен, дауысым өзімнен өзі сынды. Неге ол солай айтады? Мен білмеймін деді Дамир. Бірақ қазір сіздің алибиіңіз жоқ. Сол сәт менің өміріндегі ең суық сәт болды. Полицияның камерасы да темір торда емес. Саяттың сөзі. Сол сөз мені кірпіштен соққан сияқты ұрды. Бірақ мен отырып жылаған жоқпын. Жылауға уақыт жоқ еді. Мен Дамирге тура қарадым. Тыңдаңыз дедім мен, Саят жалған айтып тұр. Ол жалған айтудың себебі бар. Мен оны табамын. Бірақ алдымен маған айтыңыз, медициналық сараптама қайдан шықты? Оны кім жасады? Қашан? Дамир папкасынан қағаз шығарды. Камилла оқиғадан кейін бір күнде ауруханаға барған. Алматы, орталық клиника. Сараптама сол жерде жасалған. Бір күнде. Неге дереу емес? Бұл жиі болады. Мұндай жағдайда адамдар шок күйінде болады, дереу бара алмайды. Немесе дедім мен ақырын, бір күн ішінде бәрін ойластырып алған. Дамир маған күдікпен қарады. Не айтқыңыз келеді? Мен ештеңе айтқым келмейді. Мен тек бір нәрсені сұраймын. Сараптаманы жасаған дәрігердің аты кім? Дамир қағазға қарады. Доктор Зоя Мирамова. Бұл аты маған еш нәрсе айтпады. Бірақ кейін бұл аты бәрін өзгертті. Мені сол күні үйге жіберді тергеу барысында. Шарт. Қаладан кетпе, телефонды өшірме, шақырса дереу кел. Мен иә дедім де полиция бөлімінен шықтым. Сыртта күн ашық. Алматы қаласы күнделікті өмірімен жүреді. Адамдар жүгіреді, машиналар сигнал береді, балалар мектепке келеді. Олардың ешқайсысы менің жағдайымды білмейді. Маған бәрібір болуы да мүмкін. Ал мен ортасында тұрмын.
Аяғым кетпейді. Үйге жаяу жүрдім. Жол бойы телефонға қарадым. Саяттан хат жоқ. Телефон шалған жоқ. 7 жыл бір хатсыз. Мен Саятқа өзім қоңырау шалдым. Алмады. Екінші рет. Алмады. Үшінші рет абонент желіден тістеген жауап берді. Ол телефонды өшірді. Менен қашты. Неге? Не алды одан Камилла? Не уәде етті? Үйге кіргенде Галина апа коридорда тұр. Ол маған қарады, бұрынғыдай емес. Сол жиренушілік пен қызығушылықтың қоспасы. Тек қазір оған бір нәрсе қосылды, қорқыныш. Аман жол, деді ол, менің балаларым бар. Ұқтыңыз ба? Мен тоқтадым. Сізге бөлмені босатуыңызды сұраймын. Бір аптада. Мен ештеңе айтпадым. Иек қаққандай еттім де бөлмеме кірдім. Есікті жаптым. Орындыққа отырдым. Жұмыс жоқ. Алиби жоқ. Дос жоқ. Ендігі үйде жоқ. Бір жылдың ішінде мен Алматыда ешкім болдым. Кешке апама қоңырау шалдым. Ол алды. Аман жол, айналайын, жақсы ма ең? Жақсымын, апа, дедім мен. Жұмыс кестем тығыз, сол себепті аз сөйлесемін. Аш жүрмесін, балам. Тамақ же. Денсаулығыңды сақта. Жейін, апа. Ақша жетіп тұр ма? Жетіп тұр. Мен апама айтпадым. Айталмадым. Оның жүрегі ауырады. Оның жасы 60-тан асты. Қан қысымы бар. Апама айтсам, ол не жасайды? Алматыға жетіп келуге ақшасы да жоқ, денсаулығы да жоқ. Тек жылайды. Мен оны жылатқым келмеді. Жақсы болыңыз, апа, дедім мен, сізді сүйемін. Мен де сені сүйемін, балам. Телефонды өшіріп, жастыққа бетімді бастым. Алғаш рет жыладым. Жастықты ылғалдандырдым. Ешкім көрмесін деп тіс жарып шығармадым. Іштей тыншитын жерім сол жастық болды. Ертесінде шешім қабылдадым. Мен отырып жыламаймын. Мен ештеңе жасамаппын, демек бірдеңені таба аламын. Бірдеңе бар. Міндетті түрде бар. Адам тегін мұндай жалған айыпты ойластырмайды. Артында нәрсе бар. Мен табамын. Бірінші Саят. Ол неге жалған айтты? Мен Саяттың жұмыс орнына бардым. Ол кіші бакалия дүкенде жұмыс істейді, Алмалы ауданында. Мен дүкенге кірдім. Ол есепші жерінде отыр. Мені көрде, бетінде бірдеңе жылт ете қалды. Қорқыныш па? Ұят па? Мен анықтай алмадым. Саят? Аман жол. Неге? Дедім мен ақырын. Даусым тыныш, бірақ ішімде вулкан. Ол айналасына қарады. Дүкенде тұтынушылар бар. Ол маяқ ысырды. Сыртқа шық, деді ол. Сыртқа шықтық. Дүкеннің артына өттік. Ол темекі тұтатты, бұрын темекі шекпейтін еді. Соңғы кезде бастаған болу керек. Айт, дедім мен. Ол бір сорып жерге тастады. Маған хабарласты, деді ол. Айтты. Егер сенің достың сол кеш сенімен болды деп куәлік берсең, сенің өзіңнің ескісіңді ашамыз. Менің өзімде де бір жағдайым бар. Мен айта алмаймын. Сені алдағаныма кешір. Кім хабарласты? Ол тоқтады. Білмеймін. Ер адамның дауысы. Телефоннан. Нөмір жасырын еді. Ал ол ескі істетіне айтты. Саят маған қарамады. Бұл маңызды, Саят. 5 жыл бұрын. Мен бір жерде жанжал болды. Ол жанжалда адам жарақат алды. Мен сол жерде болдым. Ресми іс ашылмады, бірақ бәрі жазып алынған. Егер ол ашылса, мен жұмысымнан, тіркеуімнен, бәрінен айырыламын. Мен ұзақ үнсіз тұрдым. Саят, сен мені сатып жібердің. Мен? Ештеңе айтпа. Мен кетіп қалдым. Артыма қарамадым. Саят артымнан шақырды, мен естімедім. Немесе естіп, бірақ тоқтамадым.
Ол мені тастады. 7 жылдық достық бір анонимді телефон қоңырауға тең болды. Бірақ сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Мұны ұйымдастырған адам бар. Бір адам. Ол менің достарымды біледі. Менің достарымның жасырын сырларын біледі. Ол саятқа дейін жетіп, оны басқара алды. Бұл тосыннан болған жоқ. Бұл дайындалған. Бұл алдымен зерттелген. Мен кімнің алдында тұрмын? Камилла жай ғана жас бухгалтер ме? Жоқ. Ол мұздай есептелген, адамдарды зерттейтін, осалдықты табатын, содан кейін пайдаланатын біреу. Бірақ неге мен? Бұл сұраққа жауап тапқым келіп, мен 2 күн ішінде Камилланы байқатпай зерттеуге кірістім. Мен оның туралы не білемін? Компанияда 6 ай жұмыс істеді. Бухгалтер. Шамамен 26 жаста. Алматыдан емес, Талдықорғаннан деп естідім. Жалғыз тұрады. Ешкіммен достаспайды. Бірақ компанияда бір адам бар, Мейрамгүл апай. Бас менеджер. Ол бәрін біледі, бәрін көреді. Мен оған хабарластым. Мейрамгүл апай, бір сұрақ бар еді. Аманжол, сенің жағдайыңды естідім. Полиция болды. Не болды? Мен зорлаған жоқпын, апай. Бұл жалған. Камилла мені алдап жатыр. Маған бір нәрсені айтыңызшы, ол компанияға жұмысқа қалай тұрды? Мейрамгүл апай бір сәт тоқтады. Директордың өзі алды. Таныс деп айтты. Директор кім? Серіков Болат па? Иә. Мен тоқтадым. Серіков Болат компанияның иесі. 50 жастан асқан. Отбасы бар. Балалары бар. Мені ол жұмысқа алды. Менімен бірнеше рет сөйлесті. Жақсы адам деп санадым. Олар таныспа еді. Білмеймін, балам. Мен артық сұрамаймын. Сөйлесуді аяқтадым. Бірақ іштей бірдеңе жылжып кетті. Серіков, Камилла арасында байланыс бар. Не байланыс? Қарапайым таныстық па? Жоқ. Мен сезіп тұрмын, бұл таныстықтан тереңірек. Сол кешке Дамир маған қоңырау шалды. Аманжол, маңызды жаңалық бар. Не? Камилла адвокат арқылы ұсыныс жіберді. Егер сіз өз кінәңізді мойындасаңыз, ол сотқа бармауға дайын. Тек моральдық залал үшін ақша талап етеді. Қанша? 3 миллион теңге. Менің ішімде күлкі де, жылауым да шықты. 3 миллион. Мен жылына сол ақшаны таба алмаймын. Маған 3 миллион қайдан болсын? Бірақ ең маңызды нәрсе бұл жауап берді. Ол ақша іздейді. Кінәні мойындату мақсат емес. Сот мақсат емес. Ақша. Тек ақша. Мен мойындамаймын, дедім мен. Аманжол, тыңдаңыз, бұл күрделі іс. Алиби жоқ, сараптама бар. Дамир, тыңдаңыз. Мен мойындамаймын. Сізден бір нәрсе сұраймын, доктор Зоя Мейрамованы тексеріңіз. Ол туралы не таба аласыз, табыңыз. Ол не береді? Білмеймін. Бірақ бір нәрсе береді. Мен сеземін. Дамир үнсіз қалды. Жарайды, деді ол ақырында. Тексеремін. 3 күн өтті. 3 күн ішінде жұмыссыз үйден шығарылатын, апама жала жасырып, Алматының суық желінде жалғыз жүрдім. Содан кейін Дамир қоңырау шалды. Дауысы бұрынғыдай емес. Нәтиже тапты. Аманжол, сіз дұрыс сездіңіз. Не таптыңыз? Доктор Зоя Мейрамова, Серіков Болаттың жеңгесі. Директордың апасының баласы. Мен телефонды ұстап қатып қалдым. Мейрамова, Серіковтің жеңгесі. Бухгалтер Камилланы алған Серіков. Сараптаманы жасаған Серіковтің туысы. Барлығы бір шеңберде. Бірақ директор Серіков не алмақшы? Ол компания иесі. Байлығы бар. Маңызды адам. Ал мен жай ғана жас жұмысшы. Ол маған неге керек? Сол сұраққа жауап ертеңінде кеп жетті.
Ол жауапты маған күткен жерден, бүлдіршіндей болмаған жерден берді. Компанияның ескі бухгалтері Нағима апай. Ол 6 ай бұрын жұмыстан шыққан. Дәл Камилла кіргенде Нағима апай маған мессенджерге жазды. Аман жол, сенің жағдайыңды естідім. Мен саған бір нәрсені айтқым келеді. Бірақ жүздесіп сөйлескім келеді. Телефонда айта алмаймын. Сен кінәсіз деп сенемін. Мен оқып қолым дірілдеді. Ол не біледі? Сол жауабы маған бүкіл шындықтың есігін ашты. Бірақ сол есік артындағы нәрсе мен ойлағаннан мүлдем басқа болып шықты. Нағима апай не білді? Камилланың мақсаты шынымен де тек ақша ма? Әлде мен жай ғана кішкентай бөлшекпін? Үлкен ойынның кішкентай бөлшегі. Келесі бөлімде Нағима апай бәрін айтады. Компанияда жылдар бойы жасырын жүрген нәрсе беткерілді. Және мен соның ортасына кездей соқтап болыппын. Нағима апай мені кафеге шақырды. Алматының Алмалы ауданындағы кішкентай жер. Бұрышта орналасқан, терезесі бар, адамы аз. Ол өзі таңдады, бейтаныс жер, бейтаныс адам жоқ деді. Мен ол кезде оның неге мұнша сақ екенін түсінбедім. Кейін түсіндім. Мен 15-те бардым. Ол бұрыннан отыр. Шай алдында. Беті сұрғылт. 60 жасқа жуық, шаша ағарған, бірақ көздері тірі, сол көздерде бірдеңе жанып тұр. Ашу ма? Қорқыныш па? Екеуінің аралығы. Отыр, балам, деді ол. Мен отырдым. Гарсон келді, мен тек су алдым. Тамақ ішуге іштен бітпеді. Нағима апай шайын ұстап маған қарады. Ұзақ қарады. Мені тексергендей. Аман жол, мен саған айтпас бұрын бір нәрсені білгім келеді, деді ол. Сен сол кеш Камиллаға тиген жоқсың. Шынымды айт. Тимедім, дедім мен тікелей. Ешқашан. Ол кісімен бір рет лифтіде сөйлескенмін. Бітті. Нағима апай басын изеді. Дем алды. Мен саған сенемін. Өйткені мен Камилланы білемін. Ол не іздейтінін білемін. Мен орындықта тік отырдым. Айтыңыз. Нағима апай шайын қойды. Қолдарын алдына алды. Бастады. Мен ол компанияда 12 жыл жұмыс істедім, деді ол. Бас бухгалтер болдым. Серіков Болатпен бірге компанияны үлкейттік. Ол кезде ол қарапайым адам еді. Кейін байыды. Байыған сайын өзгерді. Мен үнсіз тыңдадым. 6 ай бұрын мен кабинетіне кірдім кездейсоқ. Ол телефонда сөйлеп жатыр. Мені көрмеді. Мен естідім, бәрі дайын, ол аптада келеді, деді. Мен ойладым, жаңа контракт туралы шығар. Кетіп қалдым. Сосын бір апта өткенде Камилла кірді. Директор өзі кіргізді. Бухгалтер жұмысқа алдық, деді. Маған алдын ала ештеңе айтпады. Мен таң қалдым, неге маған айтпады. Мен бас бухгалтермін ғой. Нағима апай тоқтады. Терезеден сыртқа қарады. Бір айдан кейін Камилла менің столыма келді. Жымиып, Нағима апай, мен сіздің жұмысыңызды өзіме алып кетемін, деді. Тіке? Ұялмай. Мен таң қалдым. Бұл не дегенің? Дедім. Ол, директор маған сенді. Сізге енді бұл жерде орын жоқ, деді. Ол солай ашықтан ашық айтты ма? Иә. Жымиып, салқын. Менің 20 жылдық тәжірибем бар, ал ол 26 жаста. Мен сол кезде Сериковқа бардым. Ол маған. Нағима, сен шаршадың. Демалатын кезің келді. Жақсы жағдаймен шығарамын, деді. Мен естіп отырдым. Бірдеңе ішімде жиналып келе жатты. Мен шықтым, деді Нағима апай. Бірақ кеткен соң ойландым. Камилла жай ғана бухгалтер емес. Ол компанияға не үшін кірді? Серіков оны неге қорғайды? Арада не бар? Сіз тапты ма? Нағима апай маған тікелей қарады. Таптым, деді ол ақырын.
Балам, мен саған қазір айтатыным сені де, мені де қауіпке тігеді. Бірақ сен кінәсіз адамсың. Ал кінәсіз адамды тұтқынға қамау, оны менің жүрегім көтермейді. Мен демалдым. Айтыңыз. Серіков Болаттың компаниясы сыртынан таза. Ішінен 2 жыл бойы жалпы есеп кітабынан ақша жасырылған. Менің аттан. Мен бас бухгалтермін. Барлық қол қою менің атым. Мен білген жоқпын. Серіков менің электронды қолтаңбамды пайдаланып параллельді есеп жасаған. Мен соңында байқадым, бірақ дәлел жинауға үлгермей жұмыстан шығарылдым. Менің аузым ашық қалды. Бұл алаяқтық қой. Иә. Үлкен алаяқтық. Компания арқылы жүрген ақша салықтан жасырылып отырған. Мөлшері 100 миллион. Ал Камила жаңа бухгалтер. Жаңа таза бет. Ескі ақшаның ізін жабу үшін алынған. Ол Серіковпен ұзақ таныс. Ол оның сенімді адамы. Оны компанияға кіргізу үшін мені алдымен шығарды. Мен бәрін бірден ұқтым. Жай ғана. Бәрін бірден ұқтым. Ал мен осының бәрінде қандай рөлмін? Нағима апай маған жаны ашығандай қарады. Балам, сен жай ғана кездей соқтап болдың. Бірақ Серіков ақылды адам. Ол Камилаға бір тапсырма берді. Егер компания ішінде біреу біздің ақшаларды байқаса, дереу тоқтату керек. Мен байқадым ба? Иә. Мен ойға кеттім. Байқадым ба? Қашан? Не байқадым? Содан кейін есіме түсті. 2 ай бұрын. Мен компанияның логистика жүйесіне кірдім жұмыс бойынша. Кездейсоқ бір файлды ашып алдым. Ішінде сандар, күтпеген сандар. Мен оны Камилаға апарып, мынау қате шығар, тексеріңізші дедім. Ол суық қарады. Жарайды деді. Мен кеттім. Сол бір кездейсоқ сәт менің тағдырымды шешіп қойды. Мен байқамай-ақ байқап қойдым дедім мен ақырын. Иә, деді Нағима апай. Сен соны Камилаға апарып көрсеттің? Ол сол кеш Серіков қайтты. Серіков шешім шығарды. Сол жігітті бейтараптандыр. Бұл сөзді ол маған тіпті жұмсарта айтты. Бірақ мағынасы су. Мен кінәсіз адам. Тек қате файлды ашып қалдым. Содан менің өмірімді білдірмекші болды. Нағима апай, дедім мен, сізде дәлел бар ма? Сол алаяқтық туралы? Ол маған қарады. Бір сәт ойланды. Бар. Мен кеткенде бірнеше файлды сақтап кеткенмін. Кездейсоқ деп айтайын, болашаққа арналған. Маған не болады білмедім. Оларды маған беріңіз. Балам. Нағима апай, сіз сол файлдарды ұстап отырсыз, бірақ ештеңе жасамадыңыз. Неге? Ол тоқтады. Суды ұзақ ұстады. Қорықтым, деді ол ақырын. Балам, Серіков байланыстары бар адам. Полиция, прокуратура олармен жақын. Мен дәлел алып барсам, ол дәлел жоғалып кетеді, мен жоғалып кетемін. Мен жалғыз әйелмін. Балаларым бар. Қорықтым. Мен оны ұқтым. Бірақ сол сәтте іштей бір нәрсені сездім. Ашу емес. Тағдыр сияқты бірдеңе. Егер Нағима апай сол кезде дәлелді алып барса, мен бүгін камерада отырмас едім. Бірақ мен оны кінәламадым. Адам қорқады. Бұл адамдық. Апай, дедім мен, сіздің жағдайыңызды ұқтым. Бірақ қазір мен сізге бір нәрсені айтайын. Егер сіз маған сол файлдарды берсеңіз, мен оларды пайдаланамын. Адвокатыма беремін. Дұрыс жолмен. Сіздің атыңызды қорғауға тырысамын. Нағима апай маған ұзақ қарады. Сыртта жел соқты. Кафенің терезесі сыңғырлады. Ішінде гарсон ыдыс жинайды. Біздің үстелге ешкім жоламайды. Жарайды, деді ол. Балам, жарайды. Беремін. Сол кешке Дамирге бардым. Файлдарды алып. Флешка кішкентай, қарапайым.
Ішінде бомба. Дамир флешканы алып компьютерге тықты. Ашты. Оқыды. Мен оның бетін бақыладым. Алғашында байсал. Сосын жиіркеніш. Сосын таң қалу. Сосын ол мониторға тіреліп үнсіз отырды. Аман жол, деді ол ақырында. Иә. Бұл үлкен іс. Бұл маған ауыр. Неге? Серіков болады. Оның компаниясы арқылы өткен ақшаның бір бөлігі. Ол тоқтады. Не? Бір бөлігі прокуратура қызметкерлерінің аттарымен байланысты шоттарға аударылған. Мен қатып қалдым. Прокуратура қызметкерлері. Олар менің ісімді қараушылар. Менің кінәлі кінәсіз екенімді шешушілер. Яғни, дедім мен. Яғни осы ісіңізді қарайтын адамдардың кейбірі Сериковтің ақшасын алған. Менің аяғым астымдағы жер тағы бір рет кетіп бара жатқандай болды. Ең алғаш полиция есіктен кіргенде сол сезімді сезгенмін. Бірақ ол кезде бос жер кетті. Ал қазір астымдағы жер. Мен тұзаққа түскенмін деп ойлаушы едім. Енді түсіндім, мен тұзақтың ортасындамын. Астымда тор. Үстімде тор. Маңайымда тор. Не жасаймыз? Дедім мен. Дамир ойланды. Ұзақ ойланды. Дербес тергеушіге барамыз, деді ол. Прокуратурадан тыс. Журналистке. Немесе антикоррупциялық агенттікке. Олар Сериковпен байланысы болмаған жер. Ал менің ісім. Ісіңіз тоқтатыла ма, кепілдік бере алмаймын. Бірақ бұл дәлелдер дұрыс жерге жетсе, ис мүлдем басқа сипат алады. Мен орнымнан тұрдым. Бөлмеде бірнеше қадам жүрдім. Терезеден Алматының кешкі шамдары көрінеді. Миллиондаған адам тіршілік етеді. Олардың ішінде мен кішкентай нүктемін. Маңызы жоқ. Ешкім байқамайды. Бірақ мен кінәсіз. Бұл менің ғана білетін шындығым. Ал шындықты шығарып алмасам, ол мәңгі менімен бірге жерленіп кетеді. Дамир, дедім мен, бір нәрсені айтыңыз. Шынымен айтыңыз. Мен жеңе аламын ба? Ол флешкаға қарады. Мониторға қарады. Маған қарады. Бір айдың алдында жоқ дер едім. Бірақ қазір. Бұл дәлелдер болса мүмкін. Мүмкін. Бұл иә емес. Бірақ бұл жоқта емес. Менің өмірімде алғаш рет мүмкін деген сөз жеткілікті болды. Бірақ түн ортасына қарай телефоным шырылдады. Бейтаныс нөмір. Мен алдым. Аманжол Серіков, деді ер адамның дауысы. Суық. Тыныш. Қатты. Кімсіз? Бұл маңызды емес. Маңыздысы, сіз бүгін бір апаймен кездіңіз. Ол сізге бірдеңе берді. Ол нәрсені қайтарыңыз. Ешқайда апармаңыз. Ертеңгі күнге дейін. Менің дауысым шықпады. Ал егер апармасам? Дедім мен ақырында. Дауыс жауап беруге асықпады. Бір сәт тыныштық болды. Сол тыныштық кез келген сөзден қорқынышты. Сіздің апаңыз Шымкентте тұрады. Жалғыз. Денсаулығы нашар. Адамдар кейде ауырады. Кейде тым ауырады. Телефон үзілді. Мен телефонды қолымда ұстап қатып тұрдым. Дауысым шықпады. Ойым тоқтады. Апам. Олар апамды айтты. Сол сәтте мен ер жігіт екенімді ұмыттым. Сол сәтте мен жай ғана апасын сүйетін бала болдым. 60 жастағы, жалғыз, ауру апасын. Менің қолдарым дірілдеді. Мен не жасаймын? Дәлелдерді тапсырсам, апам қауіпте. Тапсырмасам, мен кінәлі болып сотталамын. Бұл таңдау емес. Бұл қақпан. Мүлдем жабылған қақпан. Бірақ мен сол кеш бір нәрсені шешіп алдым. Мен қорқамын. Иә, қорқамын. Бірақ қорқу мен шегіну екі бөлек нәрсе. Апамды қорғайтын бір жол бар. Тек бір жол. Ол жол жеңіп шығу. Тез. Дәлелдерді жылдам жерге жеткізіп, Сериковтың қолын байлау.
Егер ол ұсталса, апама тиетін адам болмайды. Бірақ тез жеткізу тәуекел. Үлкен тәуекел. Мен Дамирге хат жаздым. Бір ғана сөйлем. Ертең таңертең 6-да кездесеміз. Баратын жеріміз бар. Келесі бөлімде таң 6-да Дамирмен бірге антикоррупциялық агенттікке жол тартамыз. Бірақ жолда бірдеңе болады. Және Камилланың шынайы жүзі менің күткенімнен де суық болып шықты. Таңертең 5-те оянып кеттім. Ұйықтамадым десем де болады, жаттым, жабық көзбен, бірақ ми тынбады. Апамның беті. Сол телефон дауысы. Адамдар кейде тым ауырады. Осы сөйлем түнде миымда айналып шықты. Айналып шықты. Сағат 5-те орнымнан тұрып, бетімді жудым. Айнаға қарадым. Бетім танымастай болыпты. 3 күнде жүдеп кетіппін. Беттің сүйектері шыға бастаған. Көздің асты қара. 22 жастамын, бірақ айнада 30 жасар адам қарайды. Флешканы алдым. Қалтама салдым. Телефонды алдым. Дамирге хабарластым. Дайынмын деді ол. Жарты сағатта сенің үйіңнің алдында боламын. Жарайды. Мен куртканы кидім. Есіктен шыққанда коридор бос. Галина апа әлі ұйықтайды. Ауладан шықтым. Алматы таңы сұрғылт, жел суық, аспанда бұлт. Ноябрьдің суығы сүйекке дейін кіреді. Мен сыртта тұрдым. Күттім. 5 минут өтті. 10 минут өтті. Дамирдің машинасы кіре бермей тоқтады. Мен жүгіріп бардым. Отырдым. Есікті жаптым. Дамир маған қарады. Бетінде ұйқы жоқ белгі. Ол да түні бойы жатпаған. Дайынсың ба? Деді ол. Иә. Антикоррупциялық агенттік ашылуы 8-де. 3 сағат бар. Кофе ішейік бірдеңе жерде. Жарайды. Машина жүрді. Алматының таңғы көшелері бос. Шамдар жанып тұр. 1-2 машина. 1-2 адам. Қала ұйқыдан жаңа оянып жатыр. Мен терезеден сыртқа қарадым. Алматы менің қалам. Мен осында 3 жыл тұрдым. Осы қала маған бірдеңе берді, жұмыс, үй, арман. Сол арман қазір тозып барады. Бірақ мен шегінбеймін. Кафеге кірдік. Жылы жер. Кофе иісі. Дамир 2 кофе алды. Бұрышқа отырдық. Тыңда, деді ол, бүгін бәрі дұрыс өтуі керек. Бірақ мен саған бір нәрсені айтайын. Айт. Антикоррупциялық агенттік тәуелсіз. Бірақ абсолютті тәуелсіз деп айта алмаймын. Серіков онда да байланысы болуы мүмкін. Онда қайда барамыз? Агенттікке барамыз. Бірақ бір мезгілде журналистке жібереміз. Медиа. Бір мезгілде 2 жерге. Бір жер жапса, екіншісі ашық болады. Мен ойландым. Журналист кім? Аяулым Бекова. Тергеу журналистикасымен айналысады. Байсалды, тәжірибелі. Ол Сериковпен байланысы жоқ деп сенемін. Ол бізбен сөйлесе ме? Сөйлесті. Кеше-кешке хабарластым. Ол қызықты деді. Дәлелдерді көргісі келеді. Мен кофені ұттым. Ыстық. Ішім жылыды. Дамир, дедім мен, сен неге не помогаешь? Мен мемлекеттік адвокатымын деп айтасың. Бірақ сен тым көп жасап жатырсың. Бұл сенің мойныңа ауыр. Ол кофесін қойды. Маған қарады. 5 жыл бұрын менің ағам осындай жағдайға тап болды, деді ол ақырын. Кінәсіз. Жалған айып. Адвокаты тыңдамады. Ол кінәлі болып шықты. 8 ай отырды. Соттан шыққанда адам емес болып шықты. Ол кейін ауырып кетті. 2 жыл бұрын қайтыс болды. Мен үндемедім. Мен адвокат болдым, соның үшін, деді Дамир. Бір адамды болса да дұрыстап қорғайын деп. Сен сол бір адам. Мен оған қол беруге таппадым. Тек
Рахмет дедім. Ол басын изеді. Кофені іш. Жүреміз. Антикоррупциялық агенттікке 8:30-да жеттік. Кіреберіс қатаң. Охрана. Металл детектор. Құжатты тексерді. Бізді ішке жіберді. Күтетін бөлмеде отырдық. Жарты сағат. Мен флешканы қалтамда ұстадым. Ол кішкентай, бірақ маған тас сияқты ауыр. Ақырында кірдік. Инспектор аты Санжар Оразбеков. Жасы 40-тан асқан. Иығы кең, қарашы тыныш. Ол бізді орындыққа отырғызды. Тыңдаймын деді. Дамир бастады. Мен флешканы бердім. Оразбеков компьютерге тықты. Оқыды. Үнсіздік. Ұзақ үнсіздік. Ол бір файлды ашты. Екіншісін. Үшіншісін. Маңдайы жиырылды. Сосын бір нәрсені жазып алды. Сосын қайта оқыды. Бұл файлдарды қайдан алдыңыздар? Деді ол. Бас бухгалтер бұрынғы қызметкер берді деді Дамир. Ол куәгер болуға дайын. Аты жөні? Нағима Сейітқали. Оразбеков жазды. Маған қарады. Сіздің ісіңіз қай бөлімде? Алмалы аудандық полициясы дедім мен. Тергеуші аты. Дүйсен Қалмағанбетов. Ол тағы жазды. Бетінен ештеңе оқи алмадым тас. Ол не ойлайды? Бізге сенді ме? Болмаса бізді бірден Сериковқа айтып жібере ме? Жарайды деді ол ақырында. Материалды қабылдаймыз. Тергеу ашамыз. Бірақ бұл уақыт алады. Жедел жасай алмаймыз. Менің ісім қашан сотқа барады? Дедім мен. Білмеймін. Ол бізге байланысты емес. Яғни, менің ісім жалғаса береді. Иә. Біздің тергеу жеке. Сіздің ісіңіз жеке. Мен Дамирге қарадым. Ол маған білдірді. Сабыр. Агенттіктен шыққанда сыртта жел күшейіп кеткен. Мен куртканы тартып алдым. Бұл жетпейді дедім мен. Білемін деді Дамир. Сол себепті екінші адресімізге барамыз. Аяулым Бекова редакциясында қабылдады. Кішкентай кабинет жан-жағы қағазға толы. Ол 40 жас шамасында. Шашы қысқа, көзі ұшқыр. Қола сым сияқты. Ол бізге шайда ұсынбады дереу. Флешканы беріңіз. Дамир берді. Ол оқыды. Бізден жылдам оқыды. Саусақтары пернеде жүгіреді. Бетінде эмоция жоқ. Кәсіпқой. Бұл үлкен мақала деді ол ақырында. Жариялайсыз ба? Деді Дамир. Жариялаймын. Бірақ алдымен өзім тексеремін. Кем дегенде 2 аптам керек. 2 апта тым ұзақ деді мен. Менің ісім. Тыңда, жігіт деді ол маған тікелей. Мен асыққан мақала жарияласам, Серіков заң арқылы бізді жабалады. Мен дайын болуым керек. Ұқтың ба? Мен ұқтым. 2 апта дедім мен. Мүмкін азырақ. Байланыста боламыз. Редакциядан шыққанда сағат 12 болды. Дамирдің машинасына отырдым. Екеуміз үнсіз бір сәт отырдық. Жасадық деді ол. Жасадық дедім мен. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Менің ісім жалғасады. Алиби жоқ. Сараптама бар. Уақыт керек. Уақытым жоқ, Дамир. Ол маған қарады. Не айтқың келеді? Мен терезеден сыртқа қарадым. Камилламен сөйлесуім керек. Жеке. Бұл қауіпті. Білемін. Мен рұқсат бере алмаймын. Маған рұқсат керек емес. Дамир демалды. Аман жол. Дамир тыңда. Камила ақша іздейді. Ол мені кінәлі қылғысы келмейді. Ол ақша алып дауды тоқтатқысы келеді. Бұл оның осалдығы. Мен сол осалдықты пайдаланамын. Қалай? Оның алдына барамын. Сөйлесемін. Мен оның не іздейтінін, не қорқатынын білемін.
Ал ол менің не білетінімді білмейді. Дамир ойланды. Егер ол полицияны шақырса, шақырсын. Мен кетіп қалмаймын. Тек сөйлеседім. Камилланың мекенжайын Дамир тапты. Компания тізімінен. Алматы Бостандық ауданы. Биік тұрғын үй. 7-ші қабат. Мен жалғыз бардым. Дамир машинада күтіп қалды. Лифтіге міндім. 7-ші қабат. Есікті таптым. Тоқтадым. Іштен бірдеңе тартқылады. Қайт, бұл қате, қауіпті деп. Бірақ аяғым тоқтамады. Есікті қақтым. 1 минут өтті. Есік ашылды. Камилла үйінде. Үстінде жылы киім. Беті боялмаған. Алғаш рет оны осылай жасанды жоқ, шынайы бетімен көрдім. Ол мені көрді, бетінде бірдеңе жылт ете қалды. Қорқыныш. Тек бір сәт. Содан кейін су. Бетін тастай жапты. Сен не жасап жатырсың? Деді ол. Мен полиция шақырамын. Шақыр, дедім мен. Бірақ алдымен 5 минут сөйлес. Саған айтатыным жоқ. Серіков Болатты білесің ба? Дедім мен ақырын. Ол тоқтады. Компания директоры. Оны директор деп айтпа. Ол сені жіберді. Сен оның адамсың. Мен бәрін білемін. Камилла есікті жаппады. Жаппады, бұл маңызды. Ол тоқтады. Не білесің? Бәрін. Компанияның жасырын ақшасын. Кім ішінде? Кімнің аттары? Кімнің шоттары? Оның беті ақтара бастады. Сен? Деді ол. Иә. Мен бәрін білемін. Ал сол бәрі агенттікте, журналисте. Ешқайда бармай-ақ ертең мақала болады. Сен жалған айтып тұрсың. Мен жалған айтамын ба? Дедім мен. Доктор Зоя Мейрамова, Сериковтың жеңгесі. Нағима Сейітқали, 12 жыл бас бухгалтер. Прокуратурадағы 2 қызметкердің аты. Жетеді ме? Камилла есікті жауып, бірақ маған ашып ішке кіруге ишарат жасады. Мен кірдім. Пәтері таза, сақ. Жиһаздары жаңа, бірақ жылусыз. Ешқандай суреті, ешқандай жеке заты жоқ. Ол бұл пәтерді тек тұратын жер ретінде ғана пайдаланады. Мен диванға отырдым. Ол алдымдағы креслоға. Екеуміз бір-бірімізге қарадық. Не қалайсың? Деді ол. Кінәмді мойындату мен жалған тіркеу бәрін алып таста. Сімді жап. Мен сотта бұл істі алып жүрмін. Мен шеше алмаймын. Шеше аласың, дедім мен. Ол ісіңді ашқан адам, Серіков. Сен барып айтасың. Дауды тоқтат. Ол тоқтатады. Ол тоқтатпайды. Сен оны білмейсің. Сен де оны білмейсің. Өйткені оның қазір таңдауы жоқ. Камилла маған қарады. Тереңдеп қарады. Дәлелдер шынымен сол жерде ме? Деді ол ақырын. Иә. Жарияланса Серіков тоқтатады. Бірақ мен де батып кетемін. Сен ішіл адамсың, дедім мен. Сен бәрін санайсың. Ол жариялансын ба, сен де ішінде, Серіков та. Ол жарияланбасын ба, тек мен кінәлі болып шығамын. Бұл таңдауды өзің жаса. Ол терезеге қарады. Алматының күзгі аспаны сұрғылт. Ол ойланды. Мен оның бетін оқып отырдым. Есептеп жатыр. Ол суық адам. Сезіммен жүрмейді. Тек пайдамен. Қазір ол есептейді. Қай жол тиімді? Маған уақыт бер, деді ол. Қанша? 1 тәулік. Жарайды. 1 тәулік. Бірақ Камилла, мен бір нәрсені айтайын. Ол маған қарады. Апамды айтқан адам, оны ұмыт. Егер апама бір нәрсе болса, мен тоқтамаймын. Ешқандай ақша, ешқандай келіссөз, ешқандай тергеу мені тоқтатпайды. Бұны Сериковқа да айт. Камилланың бетінде алғаш рет бірдеңе жылысты. Мен ол нәрсені бірден таптым. Ол ұят емес.
Ол таныс сезім. Қорқыныш. Ол да қорқады. Кімнен қорқады? Одан ба мені бейтараптандырмақшы болған адамнан? Бізде жауап беруге уақыт болмады. Оның телефоны шырылдады. Ол алды. Бір сөйлем тыңдады. Беті мүлдем ақтарылды. Телефонды қойды. Маған қарады. Кет деді ол. Не болды? Кет деймін. Камилла. Сериков білді. Сен мұнда екеніңді білді. Дауысы алғаш рет дірілдеді. Кет. Жылдам. Мен лифтіге жүгірдің. Жерге жеттім. Сыртқа шықтым. Дамирдің машинасына жүгірдім. Есікті тарттым. Жүр дедім мен. Не болды? Серіков білді. Жүр. Машина жүрді. Мен артымдан қарадым. Тұрғын үйдің алдында қара машина пайда болды. Ол кіре бермеде тоқтады. Ішінен ешкім шықпады. Олар тек бақылап тұр. Дамир айнадан көрді. Олар бізді бақылаған деді ол. Ерте бақылаған дедім мен. Яғни антикоррупциялық агенттіктің ішінде де Сериковтың адамы бар. Дамир рульді қатты ұстады. Аманжол, бұл менің ойлағаннан ауыр іс. Білемін. Жарияланбаса не болады? Жарияланбаса мен кінәлі болып шығамын. Ол минималды нәтиже. Ал максималды. Мен айнаға қарадым. Қара машина артымызда. Бізді ұстаған жоқ. Тек жүреді. Тек бақылайды. Максималды нәтижені айтқым келмейді. Дамир үнсіз болды. Екеуміз жолда жүрдік. Алматы бізді айналып өтеді. Адамдар жаяу жүреді, кафеге кіреді, күледі. Олардың ешқайсысы осы машинадағы екі адамды байқамайды. Мен артқа бұрылдым. Қара машина бар. Ал іштен бір ой айналды. Камилланың беті. Оның дірілдеген дауысы. Кет. Ол мені аулап жатқан адам. Ал сонда неге ол да қорқады? Себебі ол да тұзақта. Ол да біреудің қолында. Бұл мен күтпеген нәрсе. Мен оны жау деп санадым. Ал шындықта ол да пешка. Мен де пешка. Бірақ ойынды кім жүргізеді? Серіков па? Тек Серіков па? Келесі бөлімде Камилла маған хабарласады. Ол ізденіп тапқан нәрсе бүкіл ойынның артындағы шынайы адамды ашады. Және ол адам мен ешқашан күтпеген жерде болып шықты. Таң атпай тұрып жаңбыр басталды. Алматының қарашасы осындай жаңбыр жауады. Бірақ қар емес. Суық, дымқыл, сүйекке дейін өтетін жаңбыр. Мен автобус аялдамасының астында тұрдым. Жылынуға жер жоқ. Ішімде де жылулық жоқ. Сағат 6:30. Дамирмен кеші бойы сөйлестік. Бәрін айттым, Дүйсеновті, пәтерді, ұсынысты. Ол тыңдады. Еш нәрсе демеді, ұзақ. Содан кейін. Аскар Дүйсенов деді ол ақырын, 5 жыл бұрын бір іске аралас болды. Жер дауы. Бірнеше отбасын баспанасынан айырды. Іс ашылды, жабылды. Депутат туысы. Тиіспеді. Ол адам Серіковтан да үлкен. Сен оны жауапқа тарта алмайсың. Тарта алмасам да, дедім мен, мені кінәсіз қылуына болмайды. Дамир үнсіз болды. Жарайды, деді ол. Ертең Бекованың редакциясына барамыз. Камилланың дәлелдерін аламыз. Бәрін бір мезгілде береміз. Бұдан кейін бізден алу мүмкін емес болады. Сол жоспармен таң атырдым. Камилла 7-де шықты. Ол үйінің кіре берісінде тұр. Қолында кішкентай қара сөмке. Беті шаршаған, бірақ шешімді. Ол мені көрді. Жақындады. Мен дайындым, деді ол. Дәлелдер. Ол сөмкеден флешка шығарды. Берді. Мен алдым. Ішінде не бар? Сериковтың маған жіберген 3 хабарламасы, скриншот.
Мейрамованың қолымен жазған бастапқы актісі жалған сараптаманың нұсқасы. Және менің өз жазбам, бәрі кезең-кезеңмен. Жеткілікті, дедім мен. Ол маған қарады. Бір сәт. Аманжол, мен саған кешірім сұраймын. Мен тоқтадым. Ол бұл сөзді айтуы оған ауыр болды. Мен оның бетінен оқыдым. Ол бұл сөзді дайындап келген жолда, үйде, кешеден бастап. Ол сөз оны ішінен жедей берді. Мен ешкімге мұндай жасамауым керек. Ешкімге. Білемін, дедім мен. Саған кешіру оңай ма? Жоқ, дедім мен шынымен. Оңай емес. Бірақ мен сені ұғамын. Бұл екі бөлек нәрсе. Ол ештеңе айтпады. Тек басын изеді. Жүр, дедім мен. Бізді Дамир күтеді. Аяулым Бекованың редакциясы 7-ші қабатта. Кіргенде ол бізді есіктен күтіп тұр. Камилланы көрді, таң қалды. Сосын ештеңе демеді. Кәсіп қой. Бізді бөлмеге кіргізді. Үстелге отырдық. Камилла флешканы берді. Аяулым оқыды. Дамир заңдық тұрғыдан түсіндірді. Мен үнсіз отырдым. 1 сағат өтті. Аяулым флешканы компьютерден суырды. Маған қарады. Мен бүгін жариялаймын, деді ол. Бүгін бе? Деді Дамир. Сіз 2 апта дедіңіз ғой. 2 апта, ол кезде мен дәлел жетпейді деп ойладым. Ал қазір жетеді. Асықпасам дәлелдер жоғалады. Сіздерге де, маған да. Бүгін кешке жариялаймын. Дүйсенов тоқтата алады ма? Дедім мен. Ол редакцияға тиісе алмайды, деді ол. Менің редакциям тәуелсіз. Жоғарыда байланысы бар, иә. Бірақ мақала шықса артқа қайтару мүмкін емес. Интернет мәңгі. Мен Дамирге қарадым. Ол маған қарады. Жарайды, деді Дамир. Сол күн ең ұзақ күн болды. Мен редакцияның коридорында отырдым. Дамир жанымда. Камилла алыста, бұрышта. Ол телефонына қарамайды, жай ғана терезеден сыртты бақылайды. Сағат 11-де аяулым шықты. Мақала жіберілді, деді ол. Редактор мақұлдады. Кешкі 6-да шығады. Сериков хабарланады, дедім мен. Иә. Жарты сағатта хабарланады. Бірақ ештеңе жасай алмайды. Дүйсенов ше? Дүйсенов жасай алады. Бірақ ол да асыға алмайды. Біздің заңгер дайын. Мақалада бәрі дәлелменен. Жала ашу сотына бармас бұрын ол ойланады. Мен дем алдым. Ендігі қадам қандай? Деді Дамир. Ендігі қадам прокуратура, деді аяулым. Мақала шыққан соң прокуратурадағы таза адамдар оянады. Ішінде Сериковпен байланысы жоқтары бар. Олар қозғалуы керек. Бізге бір дұрыс прокурор керек. Ол кім болады? Менде бар, деді ол. Артық айтпады. Кешкі 6-да мақала шықты. Алматылық компанияда жасырын алаяқтық. Кінәсіз жігітті зорлаушы етіп көрсеткен схема. Мен телефонымда оқыдым. Бәрі ішінде. Серіков, Мейрамова. Жалған сараптама. Прокуратурадағы аттар. Жасырын ақша. Дүйсеновтың аты соңғы абзацта. Жанам айтылған, бірақ нақты. Мен оқып болдым. Телефонды қойдым. Ішімде ештеңе жоқ. Жеңіс сезімі де жоқ. Жылау да жоқ. Тек жеңілдеу. Ауыр жүк алынғандай. Дамир қолымды қысты. Бастамасы, деді ол. Тек бастамасы. Мақала шыққаннан кейін 1 сағатта телефоным жанды. Бейтаныс нөмір. Мен алдым. Аманжол Серіков. Иә. Мен прокуратура тергеушісімін. Аты Болатбек Айтқали. Сіздің ісіңізге байланысты кездесуіңізді сұраймын. Ертең таңертең. Мен Дамирге қарадым. Ол изеді. Жарайды, дедім мен. Кездесеміз. Ертесінде прокуратурада болдық. Болатбек Айтқали 40 жас шамасында.
Жіңішке, тыныш. Бетінде ашу бар. Ол ашуды жасырмайды. Мақаланы оқыдым, деді ол. Сонымен қатар антикоррупциялық агенттікке берген материалдарыңызды сұрадым. Алдым. Мен бірнеше жыл бұрыннан Серіков Болаттың бухгалтериясын күдіктене қарап жүргенмін. Дәлел болмады. Ал қазір бар. Менің ісім ше? Дедім мен. Сіздің ісіңізге тергеу ашылды. Жалған сараптама беру қылмыс. Доктор Мейрамова бүгін шақырылады. Камилла Жақсыбекованың куәгерлік беруге дайын екенін білдім. Ол ынтымақтасқан куәгер мәртебесін сұрайды. Мен сол мәселені қарастырамын. Кепілдік беремін деп айта алмаймын. Бірақ оның жағдайы ескеріледі. Мен Дамирге қарадым. Ол маған сәл изеді. Серіков Болат қайда? Деді Дамир. Бүгін таңертең ол шетелге ұшпақшы болды. Шекарада тоқтатылды. Ол қазір шақырылу үстінде. Менің іштен бір нәрсе шешілді. Серіков қашпақшы болды. Ол мақаланы оқыды, қашпақшы болды. Бірақ үлгермеді. Дүйсенов ше? Дедім мен. Айтқали маған қарады. Дүйсенов күрделі мәселе, деді ол. Ол депутаттың туысы. Оны тікелей байланыстыру уақыт алады. Бірақ Серіков сөйлесе бәрі ашылады. Сөйлесе ме? Адамдар сөйлесет, деді Айтқали. Тыныш. Сенімді. Тұрма алдында адамдар сөйлесет. 3 күн өтті. Сол 3 күн менің өмірімдегі ең бос 3 күн болды. Еш нәрсе жасамадым. Күттім. Тек күттім. Дамир күнде хабарласты. Тергеу жүреді. Сабыр. Аяулым хабарласты. Мақала 1000 рет оқылды. Телеарналар алып жатыр. Нағима апай хабарласты. Балам, дұрыс жасадыңдар. Камилла 1 рет жазды. Бір ғана сөйлем. Ұйықтай алдым. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет. Мен ол хабарламаны оқып, телефонды қойдым. Ештеңе жауап бермедім. Бірақ ол хабарлама менің ішімде бірдеңені жылытты. 10 күннен кейін соттан шақыру келді. Дамирмен бірге бардық. Зал үлкен емес. Судья орта жасты әйел. Беті байсалды. Прокурор жағынан Айтқали. Менің жағымда Дамир. Камилла куәгер ретінде тұрды. Бетінде шаршаудан басқа ештеңе жоқ. Ол бәрін айтты. Тікелей. Дауысы дірілдеді, бірақ тоқтамады. Мейрамова шақырылды. Ол алдымен жоққа шығарды. Айтқали дәлелдерді тікелей алдына салды. Мейрамова 10 минут үнсіз отырды. Содан кейін мойындады. Серіков зал соңында отыр. Адвокаттар жанында. Ол маған 1 рет қарады. Бетінде жек көру бар. Ол жек көруді мен өзімнің жеңісім деп санадым. Судья шешімін оқыды. Аманжол Серіковқа қатысты іс дәлел жетіспеушілігінен және куәгерлікпен сараптама анықталған бұрмалауына байланысты тоқтатылады. Айып алып тасталады. Жалған куәлік беру және сараптаманы бұрмалауда Зоя Мейрамова жауапқа тартылады. Серіков Болатқа қатысты алаяқтық бойынша жеке іс ашылады. Мен отырып қалдым. Бір сәт. Тек отырдым. Дамир қолымды қысты. Қатты қысты. Бітті, деді ол. Мен оның қолын қайта қыстым. Дауысым шықпады. Залдан шыққанда дәліз бос. Камилла есіктің жанында тұр. Мені көрді. Жақындамады. Мен жақындадым. Екеуміз бір-бірімізге қарадық. Не айтуды білмедім. Ол да білмеді. Не болады енді сен үшін? Дедім мен ақырында. Тергеу жалғасады, деді ол. Менің рөлім айыпталушы емес, куәгер. Бірақ жұмысым жоқ. Репутациям жоқ. Қайта бастайын деймін. Қайда? Талдықорғанға қайтам. Анам бар. Ол тоқтады. Мен ұзақ уақыт бойы анамнан қашып жүргенмін. Ендігі жерде қашпаймын. Мен басын иедім. Камилла, дедім мен, бір нәрсені айтайын.
Сен бұл жолды таңдадың, оңай жол емес. Ол таңдаудың өзі бірдеңені айтады. Ол маған қарады. Тереңдеп. Не айтады? Сенің ішінде адамшылық қалған. Ол маңызды. Ол бір сәт маған қарады. Сосын бұрылып кетті. Артына қарамады. Мен оны жіберіп алдым. Ол маған жамандық жасады. Ол мені жоқ қыла жаздады. Бірақ соңында ол дұрысты таңдады. Адам соңғы сәтінде не таңдайды, ол маңызды. Дамир жанымда. Саят ше? Дедім мен. Ол куәгерлік берді. Шынын айтты. Айтқали оның ескісін ресми жабылды деп хабарлады. Жеңілдету ретінде. Мен оны кешіремін бе? Ол сұрақ саған. Маған емес. Мен ойландым. Саят 7 жыл досым. Ол мені тастады. Бір анонимді қоңырауға тастады. Бірақ ол да қорықты. Адамдар қорқады. Мен де қорықтым. Айырмасы, мен шегінбедім. Ол шегінді. Бірақ кейін қайтты. Кейін дедім мен. Кейін ойланамын. Апама сол күні кешке хабарластым. Аман жол айналайын. Даусыңда бірдеңе бар. Жылағансың ба? Жыламадым, апа. Жыладың. Анаңды алдай алмайсың. Не болды? Апа. Дедім мен. Тоқтадым. Апа, мен сізге бір нәрсені айтайын. Бір ай бойы жасырып жүрдім. Жамандық болды. Бірақ бәрі жақсы аяқталды. Не болды, балам? Мен айттым. Бәрін. Бастан аяқ. Апам тыңдады. Ортасында шыңғырып жіберді. Мен тоқтаттым. Ол, айт, мен тыңдаймын деді. Мен жалғастырдым. Аяқтадым. Тыныштық. Апа. Мен мұнда, балам. Кешіріңіз. Айтпағаным үшін. Неден кешір дейсің, деді апам. Дауысы жылады. Сен дұрыс жасадың. Сен өз атыңды таза сақтадың. Бұл бәрінен маңызды. Апа. Сені сүйемін, балам. Мен саған сенемін. Бұрын да сендім. Бүгін де сенемін. Мен телефонды тастамадым. Ұстап тұрдым. Апамның демін тыңдадым. Ол да тыңдады. Екеуміз үнсіз бірге болдық. Кейін апам. Тамақ жедің бе? Деді. Мен күліп жібердім. Жылап күліп жібердім. Апам. Бүкіл дүние аударылса да ол. Тамақ жедің бе? Дейді. Жедім, апа. Жақсы. Ұйықта. Ерте жат. Жарайды. Серіков Болат 6 айдан кейін сотталды. 12 жыл. Алаяқтық, салық жасыру, куәгерге қысым жасау. Оның адвокаттары апелляцияға берді, нәтижесіз. Мейрамова жалған сараптама беру үшін 3 жыл мерзімге шартты жазалды. Медициналық лицензиясы алынып тасталды. Дүйсенов ресми айыпталмады. Серіков оны тікелей атамады. Бірақ Аяулымбекованың мақаласы серпін берді. Дүйсеновтың депутат туысы кезекті сайлауда жеңіліп қалды. Саяси беделі жойылды. Кейде шындық соттан тыста жазалайды. Мен туралы. Жұмысқа қайта қабылдандым басқа компанияға. Аяулымбекова арқылы кіріспе болды. Аюлым. Бастама ретінде деді. Мен жеткілікті дедім. Галина апай кейін маған кездесіп. Аман жол, мен ол кезде дұрыс жасамадым деді. Мен жарайды, Галина апа дедім. Ол мен болсам да солай жасар едім. Ол жалғыз ана. Балалары бар. Ол қорықты. Дамирмен ара-тұра кездесіп тұрамыз. Кофе ішеміз. Ол жаңа іске кіріскен. Мен оған бір рет. Сен жақсы адвокатсың дедім. Ол жаңа бастадым деді. Мен білемін. Сол себепті айттым дедім. Саятпен кездестім.
бір рет. Ол маған кешірім сұрады. Ұзақ сөйледі. Мен тыңдадым. Бітті. Мен оны кешірдім бе? Толық жоқ. Кешірдім бе? Иә. Екеуі бір мезгілде болады екен. Камилла Талдықорғанға кетті. Бір рет қысқа хат жазды. Ана, мен жақсымын. Мен жақсы дедім. Бітті. Бізде ары қарай сөйлесетін ортақ нәрсе жоқ. Бірақ жек көрушілік те жоқ. Ол да мүмкін. Бір кеш айдың астына шықтым. Алматы. Желтоқсан. Суық, бірақ жел жоқ. Аспанда жұлдыздар бар, қыста Алматыда жұлдыздар жақсы көрінеді. Мен аулада тұрдым. Маңайда ешкім жоқ. Мен ол бір айды ойладым. Полиция. Камера. Дамир. Нағима апай. Саяттың сатқындығы. Дүйсеновтың суық жымеуі. Камилланың дірілдеген даусы. Айтқалидың байсалды беті. Аяулымның асыға басқан пернесі. Апамның «Тамақ жедің бе?» деген сөзі. Мен кінәсіз едім. Бәрі де білді ол кезде де. Прокурор да, Серіков та, Дүйсенов та. Бәрі білді. Бірақ маған бәрібір еді ма? Жоқ. Оларға мен кінәсіз бе, кінәлі ме маңызды емес еді. Оларға мен пайдалы ма, зиянды ма, ол маңызды еді. Мен пешка едім. Жай ғана пешка. Бірақ пешкада соңғы жолға жеткенде бәрін жеңе алады. Мен ол туралы ойладым ұзақ. Содан кейін бір нәрсені сезіндім. Кек емес. Ашу емес. Бос емес. Таза. Мен таза. Менің атым таза. Менің апам ұйықтайды. Тыныш ұйықтайды. Бұл жеткілікті. Адамдар кейде айтады. Шындық жеңеді. Мен ол сөзге ол кездерде сенбедім. Ал қазірде толық сенемін деп айта алмаймын. Шындық кейде жеңеді. Кейде жеңілмейді. Кейде тым кеш жеңеді. Бірақ мынаны білемін. Шындық үшін тұру жеңу ме, жеңілу ме кейін білінеді. Бірақ сол тұрудың өзі ешкім алып кете алмайтын нәрсе. Мен тұрдым. Бұл мен туралы айталатын ең маңызды нәрсе. Аманжол Серіков. Шымкенттен келген жай жігіт. Кінәсіз. Және бұл бәрі. Мен зорлаған жоқпын, аяқталды. Бұл тарих жалған айыпқа тап болған жандарға арналған. Олардың үнін ешкім естімесе де шындық бар. Рахмет. Шындық Сау тіршілік етеді. болыңыздар.